Сәлематсыздар ма, балалар? Қазір бізге қазақ тілі сабағы. Барлығыңызға бүгін сәттілік тілеймін. Барлығыңыздың көңіл күйіңіз жақсы ма, балалар? Өте керемет. Орнымыздан тұрып, көңілімізді бір көтеріп жүрейік. Қазақтың кең байтақ даласы. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз бойынша жүргізілетін ережеміз мынандай. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз, сабақта өз-өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз, сабаққа белсене қатысамыз. Көңіл күйіміз жақсы ма, балалар? Жақсы. Қандай? Тамаша. Балалар, қазақ тілі пәнінен біздер өткен сабақ бойынша, яғни еліктеу сөздермен танысқан болатынбыз. Солай ма, балалар? Енді қазір мына бейнетаспаға қарай отырып, болашаққа саяхат бөліміне шолу жасаймыз. Конверт ашу әдісі. Бәріміз өткен сабақ бойынша, яғни өтілген тақырыптарды қайталап жүреміз. Ал балалар, кім айтады маған? Бейнелеуіш сөз дегеніміз не? Бейнелеуіш сөз дегеніміз не? Алихан айтады. Табиғаттағы түрлі құбылыстардың бейнесін білдіретін сөздерді бейнелеуіш сөздер деп атайды. Мысалы, маң, жарқ. Өте жақсы. Ал енді келесі сұрағымыз. Шлау дегеніміз не? Шлау дегеніміз не? Иә, Әл-Фараби айтады. Өз алдында толық мағынада шоқ сөздерді шлауы. Мен, пен, және тати, маме, папе деген шемен қана қой үшін қорғау ақ. Өте жақсы. Келесі еліктеуіш сөз дегеніміз не? Нұрали айтамыз. Дыбысқа еліктеуден пайда болған сөздерді еліктеуіш сөздер деп атаймыз. Өте жақсы. Тақырып бойынша үстеу дегеніміз не? Қай топтан жауап береміз? Өте жақсы. Заңғар айта қойыңыз. Іс-әрекеттің мекенін, іс-қимылын білдіретін сөздерін үстеу дейміз. Үстеулер қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Үстеу нешеге бөлінеді? Үстеу нешеге бөлінеді? Кім айтады? Тағы да өте жақсы. Кім айтар екен? Алу айтау. Үстеулер үшке бөлінеді. Мезгіл үстеу, мекен үстеу, және қимыл үстеу. өте жақсы. Балалар, біздер өзіміздің сынып бойынша 3 топқа бөліп отырғанбыз. Солай ғой, балалар. Қазір сіздердің алдарыңызға бағалау парақтарын қоямын. Сабақтың соңы аяқталысымен осы бағалау парағына топ басшысы бал санын қойып отырады. Түсінікті ме, балалар? Сабаққа белсене араласып, жақсы көңіл күйіне отырайық. Бірінші топ. Өздеріңіз топ басшыларыңызды таңдайсыздар. Екінші топ. Үшінші топ. Топ басшымызды таңдаймыз. Ал бірінші топ. Топ басшысы кім деп сайлайсыздар? Нұрали. Өте жақсы. Екінші топ басшысын? Алихан сайлайсыздар. Үшінші топ басшысы? Заңғар сайлайсыздар. Өте керемет. Міне топ басшыларыңыздың кім екенін арада достарыңызды білдіңіздер. Енді жаңа сабағымызды бастаймыз. Біздер өткен сабақта еліктеу сөздердің бірінші сағатымен танысқан болсақ, бүгін екінші сағатта назар аударамыз. Балалар, дәптерлеріңізді ашып, күннің жарын жазып, еліктеу сөздер деп тақырыпты жазамыз. Әдемі. Болса, қаламдарымызды қойып, тақтаға назар аударамыз. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды
дейді? Тұжырымдау. Тірек сөздерді қолданып, белгілі бір стильде мақала, мінездеме жазу болып саналады. Біздің, яғни, сабағымыздың мақсаты. Оқушылар, бізде бейнетаспада буклет әдісі деген бірінші әдісімізді пайдалана отырып, мынандай сұрақтарға жауап береміз. Әрине, 3 топта белсене араласып отырамыз. Бірінші, жұмбақты оқып шешуін табуымыз керек. Екінші, көліктің қандай түрлерін білесің деген сұрақ. Үшінші, өзің қандай көлік ойлап таба білдің дейді. Ал енді бірінші, жұмбақтың оқып шешуін табу үшін біздің 125-ші бетте оқуымыздың 52-ші жаттығуына назар аударамыз. Кім оқып береді? Маған жақсы етіп мәнерлеп. Кім оқып береді? Аял оқи қойыңыз. Сымға асылып жүр, асығып дыз-дыз етіп жүрегі сынымнан ұстап жүреді. Өзіне адам мінеді, ол не ал кім біледі. Өте жақсы. Отырау. Шешуін кім тапты? Шешуін кім тапты? Қай топтың оқушылары табады? Нұрали, шешуі? Жұмбақтың шешуі? Троллейбус. Троллейбус немен жүреді? Троллейбус немен жүреді? Троллейбус немен жүреді? Кім жауап береді? Немен жүреді? Заңғат? Троллейбус тоқпен жүреді. Тоқпен жүреді. Әрине, сымға асылып тұрады деген соң, ол сыммен, электр боймен, сым боймен жүреді. Жақсы, отырағы. Келесі, осы жаттығу бойынша бізде қандай сұрақ кездесіп тұр? Қандай сұрақ кездесіп тұр, балалар? Көліктің қандай түрлерін білесің? Көліктің қандай түрлерін білеміз, балалар? Мадияр? Көліктің түрлері мотоцикл. Мотоциклды біледі екенсің. Көліктің түрі, Әділхан? Көліктің түрі КамАЗ. КамАЗ. Тағы да Алла, көліктің түрі? Көліктің түрі трамвай. Трамвай. Көліктің түрі, Айлина? Көліктің түрі машина. Машина. Нұрали, көліктің қандай түрі? Көліктің түрі экскаватор. Экскаватор. Көліктің түрі, Жанерке? Көліктің түрі автобус. Автобус. Көліктің тағы қандай түрі бар? Көліктің түрі трактор. Тракторды біледі екенсіз. Тағы қандай көліктің түрлері бар? Заңғат? Көліктің түрі велосипед. Велосипед. Және тағы бар ма? Тағы кім біледі? Хадиджа? Көліктің түрі ұшақ. Ұшақ. Және тікұшақ болып бөлінеді. Солай ма? Ұшақ. Ұшақ, тікұшақ. Қайда ұшады олар? Аспанда әуеде ұшады. Солай ма, балалар? Енді мына суреттерге назар аударсақ, міне бірнеше көліктің түрлері берілген, балалар. Көріп отырсыздар ғой? Яғни ұшақ қайда ұшады? Яғни қол көтеріп жауап беріңіз. Автомашиналар қайда болады? Қай жерде болады? Немен қатынайды? Жол? Жол үстінде жүреді. Солай ма? Жол бойында қатынайды. Нені көріп отырмыз мына суретте? Алихан? Алматы әуежайы. Алматы әуежайы. Қайдан ұшып келіп жатыр ол? Ұшақ. Ұшақ әуежайдан. Әуежайдан қайдан? Әуежай деп тұрған соң, әуеден ұшып келетін ұшақтың жай орны екен. Келесі. Мына сурет бойынша кім жауап береді? Иә, Мадияр. Бұл Кеме жай. Кеме қайда жүзеді? Суда жүзеді. Солай ма? Өте жақсы. Кеме суда жүзеді. Яғни суда жүзетін, әуеде ұшатын, немесе жолдың бойында қозғалатын көліктерді жақсы біледі екенбіз. Енді сіз қалай ойлайсың? Ауа тазалығын сақтау үшін болашақта қандай көлік пайдаланылады? Кім жауап береді? Заңғат? қазіргі таңда жаңа электромобильдер шығып жатыр. Ол автокөліктер ауаға ешқандай зиянды қалдық шығармайды. Тоқ қуатымен жүреді және үнемді тиімді көлік. Өте жақсы. Иә, дұрыс. Тоқтар. Басшыларының жаңағы бәріміз жақсы жауап бергенді марапаттап, қол шапалақтап отырамыз. Келесі сұрақ, өзің қандай көлік ойлап табар едің? Мысалы? Ал, Әл-Фараби айтады. Неде ортаға зиян келтірмейтін көлік ойлап тапқым келеді. Ол үшін күн энергиясы пайдаланса деген ойым бар. Сонда ауаны ластануға болмайды. Өте жақсы. Біздер, яғни,
біздер не жаздық балалар? Мақала жазып дайындап, оны оқып берді. Өте жақсы. Енді балалар бізде мынандай полиглот әдісі деген бар. Полиглот әдісі бұның мақсаты мәтін ішінде кездесетін сөздердің аудармасы дейді. Мәтін ішінде кездесетін сөздердің аудармасы. Бұнда адасқан әріптер тұр. Оның дұрыс жауабын табуымыз керек. Орыс тілінде ол сөзді және ағылшын тілінде аударуымыз керек. Ал бірінші сөз бойынша кім жауап береді? Кім тағы да? Айлина. Оның дұрыс жауабы оқушы, орыс тілінде ол ученик болады, ал ағылшыншада ол people болады. People болады. Дұрыс, өте жақсы. Келесі сөз бойынша мына топтан Алла жауап бере қойыңыз. Дұрыс жауабы саяхат, орыс тілінде путешествие, ағылшын тілінде travel. Өте жақсы. Келесі. Мадияр. Дұрыс жауабы көлік, орыс тілінде транспорт, ағылшын тілінде транспорт. Өте жақсы. Ағылшын тілінде үш тілдік сөздікті дәптерімізге жазып ала қойып. Бала жазып ала қойыңыздар. Так, адасқан аттың дұрыс жауабын жазасыздар, орыс тілін жазасыздар, ағылшын тілін. Және саяхат сөзі путешествие, travel. Көлік, транспорт. Жазып ала қойып. Яғни қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын үш тілде біздің жақсы білетіндіктерімізді көрсетіп жатсыздар. Білеміз ғой? Білеміз, ағай, жазып өзіміз бітіреміз. Келесі, қаламдарымыз қоя қойыңыздар, балалар, қазір өзіміз үш тіліміз жазып аяқтап тастаймыз. 56-шы шақтылы бойынша ребус шешуіміз керек. Бізде ребусты. Көріп ма балалар 56-шы шақтылы оқулықтарымыз бойынша? Кім? Бірінші ребус шешіп тапты. Кім тапты? Нұрлы? Иә? Арбан. Арбаның суретін көріп отырмыз, ыңғарып қалғады. Арбан. Қандай сөздер бұл? Арбан. Келесі. Аль-Фараби. Жеп. Өте жақсы. Бұл еліктеуіш сөздердің арасында не ойлады балалар? Сызықша. Өте жақсы, керемет. Балалар не үйрендік, не білдік. Қарай қойып. Математика пәнін бұл жерде байланыстырып тұрмыз балалар. 3 пен 1-дің қосындысы немесе айырмасы бұл жерде бір жауабын табуымыз. Кім тапты? 3 пен 1-дің қосындысы? 4. Қосу мен дұрыс. Әділхан өте жауап бер. Дұрыс. 4. 3 пен 1-дің айырмасы? 2. Дұрыс. 2. 4 деген сан бойынша бізге сұрақ. Еліктеуіш, бейнелеуіш сөздерді табуымыз. Кім еліктеуіш пен бейнелеуішке мысал келтіреді? Бейнелеуішке кім келтіреді? Алихан келтіре ғой. Бүрсең. Балпан. Өте жақсы. Сөйлем ойлап айта аласыз ба? Қорадан балпан қас басып, қас келе жатыр. Өте жақсы. Орманнан бүрсең етіп, бір адам шықты. Өте жақсы. Келесі екінші сөз бойынша. Айтау. Тарс, сылдыр-гүлдір, күрс, жарық. Мысал келтіре аласыз ба? Сөйлем ойлай аласыз ба осы сөзді? Тар, жаңбыр жауды. Қараңғыда бір нәрсе сылдыр-гүлдір ете қалды. Өте жақсы. Ал балалар, бәрі жинақталды. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Сіздермен кері байланыс. Бұл жерде саусақтарда А, Б, С деген әріптер жазылған. Егер де сізге ұнаған болса, А әрпінің белгісін көрсетесіз. Орташа болса, түсінбеді мен бүгінгі сабаққа десеңіз. Мына таңбаны көрсетесіз, бұл таңбаны, саусақ таңбасын. Ұнаған жоқ, мен әлі де түсіне алмай отырмын деген оқушы болса, мына С саусағының көрсете қоясыздар. Ал сабақ ұнады ма сіздерге кері байланысты? Иә. Өте жақсы.